Хан деген тамаданың ұятсыз видеосы тарап кетті ya әйелімен бірге. Соны бүкіл Қазақстан бір керемет мәселе сияқты өсектеп бір-біріне таратып жіберіп жатыр да. Кейбіреулер сол видеоны сатып жатыр, оны сатып алып жатқандар да бар. Айналайын, мынандай сөз бар. Болмайтын елдің өсегі төсек болар дейді. Олардың арасында 90% еркектер. Маған жіберші көрейік, анау жалапты ғой, бүйтіпті ғой, сөйтіпті ғой деген. Айналайын, ұят емес па? Еркек бастарыңмен бүкіл комментарийді толтырып отырсыздар. Ол адам хайп үшін істеген шығар бәлкім. Бірақ ол хайп үшін ол айып қылып жауап береді. Біз жауап бермейміз, ол өзі жауап береді. Бірақ та бізге сол біреудің сексі қалып еді, өсектеу керек екен. Сол ғана қалды ма, басқа мәселе жоқ па шешілмей жатқан? Ал егерде басқа бір халықтың басына бір іс түсіп сөйлейтіндей болса, ауыздары жым болады көбісінің. Ал секс, порно жайлы айтатын болсақ, бітті, алтыларында жан салмайсыздар. Мен барлығын айтып атқан жоқпын, көкке топырақ шашпаймын. Бірақ та көбісі сондай сияқты. Любой сол хан жайлы бір видеоның астына кіріп қалсаңыздар, жетеді неше түрлі нәрсе. Сонда біздің қазақ халқына именно осындай контент керек па? Именно осындай дәрежеге түсіп кеттік па? Айтыңыздаршы. Осының бәрін айта тұра, қазір мен кінәлі болам сол видеоны мен таратқан сияқты. Өйткені шындықты көбісі жақсы көрмейді. Бірақ мен шындықты айтып отырмын. Сондықтан да ондай нәрсені резонанс қылып өсектейтіндей туралықтай нәрсе емес, көп қой басқа нәрселер. Қазір біреу керемет білім алатын болса, керемет потолок жарып шығатын болса, ешкім дәл бұлай өсектемейді. Мен сіздерге гарантия беремін. Ақтаулы хан есіммен танымал Асаба мен оның әйелінің интимді видеосын жұрт жаппай іздеп жатыр. Асабаның айтуынша видео жариялауға арналмаған жеке файлда сақталған. Блогердің өз мәлімдемесіне сәйкес видеоның мобилограф тарапынан немесе үшінші тұлғаның әрекеті арқылы сыртқа шығып кетуі мүмкін екен айтылған. Ол мұны әдейі жасалған хайп емес екен айтты. Жұбайы халықтан видеоны таратпауға және өшіруге шақырды. Оның сөзінше бұл жағдай отбасы үшін ауыр тиген. Қазір әлеуметтік желіде видеоны іздегендер көбейген. Тіпті кейбір адамдар бір-біріне жіберуді сұрап жатыр. Осыны пайдаланып алаяқтар да шыққан. Кейбір телеграм арналар видеоны жібереміз деп ақша сұрауда. Соңғы дерек бойынша бұл тақырып бір күнде Google-де шамамен 5000 рет ізделген. Аталған жағдайға байланысты Қазақстан заңнамасында жауапкершілік қарастырылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 147 бабына сәйкес жеке өмірге қатысты мәліметтерді, оның ішінде интимдік сипаттағы видеоларды рұқсатсыз тарату қылмыс болып табылады. Мұндай әрекет үшін айыппұл немесе 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сондай-ақ мұндай материалдарды интернет арқылы сатып тарату алаяқтық ретінде бағаланып, қосымша жауапкершілікке әкеледі. Қайырлы күн қымбатты қазақ елі, сіздерден көмек сұраймыз. Барша блогерлардан, медиа саласында жүрген азаматшылардан. Енді білесіздер, естіп жатсыздар, біздің видеомызды бір адамдар қастан жасап таратқанына байланысты бізде қазір үлкен резонанс болып жатыр. Даже өзімізге WhatsApp-қа жазып жатыр, жіберіп жатыр деген сияқты. Енді ол видеоның сатылымын Telegram, Threads, TikTok каналдарда тоқтатуына сіздер көмектессеңіздер, себебі сіздерде аудитория бар ғой. Сондықтан жаңағы тарап шыққан адамдардың барлығы заң жүзінде тексеріп жатыр. Барлығы да өз жазасын алатын болады уақыты келгенде. Бізге қазір енді өте қиын болып жатыр, себебі ситуация енді шынымен өте үлкен резонанс тудырып жатыр. Өзіміздің жеке видеомыз жан-жаққа таратып жіберу деген енді өздеріңіз түсініп отырсыздар. Біреулер жаңағы ойнап күліп WhatsApp-қа жазып жатыр, біреу бір нәрсе әйеліме жазып жатыр. Ондай нәрсені қойыңыздар, және дайраққа жіберу дегендерді өтініш қойсаңыздар. Себебі бәріміз де қазақтың азаматшасымыз, даладан келген адам емеспіз. Бәріміз де бір елде тұрып отырмыз. Максимально сіздерден үлкен көмек сұраймыз. Барынша көмектесіңіздер, өтінемін. Қазақ елі бар. Мен уже сөйлей алмаймын уже деген. Күні түні уже деген әсер етіп жатыр. Не жеп не ішкенімізді білмейміз. Жан жақтан атака. Мен уже шыдамаймын ары қарай. Мен нервім уже шаршап жатыр. Сіздерден көмек сұраймыз. Осы видеоны таратып максимально репост поддержсаңыздар. Көп рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар. Қайырлы қымбатты оқырмандарымыз, қалайсыздар, жақсылар ма, аман саусыздар ма? Кешегі жағдай бойынша видео обращениесін жатырмыз, себебі біздің өзіміздің жеке өзарада түсірген видеомыз тарап кетті интернет желілеріне. Халық көбі түсінбей жатыр, барлығы каким-то образом біз таратқандай хайп үшін деген сияқты.
енді ондай видеомен хайп жасайтын біз енді даты ондай ақымақ емеспіз. Сосын ол өзімізге түсірген видео, скрытый файлда түсірілген видео. Оны менің личный мобилографым, бәрі анықталып жатыр, данный кім екенін біліп отырмыз, сол таратып жіберген. Яғни мен телефонның кодын сол кезде ол білді, ұстап жүрді. Қасымыздағы жау. Сондықтан сіздерден түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Кешеден бері үшін таңертеңнен бері жоқ. Жолдасымда стресс, енді әйел адам эмоция вообще басқа шығады. Мен де сай-сабыр сақтап тұрмын. Әписағынан толы өзім аяңсытыратын, бірақ енді барлығы заң жүзінде шешілу керек деп ойлаймын. Сондықтан да достар, оқырмандар дұрыс жағын түсініңіздер, кешіріп қойыңыздар, біз әдейі жасап жатқан жоқпыз еш нәрсені. Сосын не болып жатыр кеше? Айтшы маған, сен білесің ғой жаңа. Мен жалпы әйелмін, анамын. Сіздердің алдарыңызда өтінгім келеді, барынша қолдаңыздар бізді. Ақтың отын жақ дейді, Алла тағала әрқашан біздің ондай жаман оймен, енді күйеуімнің рұқсатымен болды. Енді, конечно, ол қалай скрытый тұрған затты бір адамның қолына довериться етіп, ол адам умышленно барлығын әдейілеп жасап отыр да, былайша айтқанда. Ол жазасыз қалмайды. Барынша мені қолдаңыздар. Маған түрлі сөздер келіп жатыр инстаграмға. Түрлі заттар, еркектер жазып кетті уже деген, наглую, да? Мен айтадыр, мен байым бар адам, жазбаңыздар деп та уже деген. Кәдімгі өзіме деген қол жұмсауға дейін деген ойым сондайға дейін кетіп қалып жатыр. Барынша көмектесіңіздер, тоқтатыңыздар ана видеоны. Удалить етіңіздер, қарамаңыздар вообще. Мен өзім жүрегім ауырады оны көрген кезде. Барлықтарыңыз бізді ақымақ көріп жатсыздар ма? Бізге жібереді, көрдіңіздер ма деп. Біз ештеңені әдейі жасап отырған жоқпыз. Біз тек қана жай ғана бақытты болғымыз келді. Қателік болған шығар өмірімізде, бірақ бізде бала, Құдай жаратқан баламыз бізде. Біздің де ортақ балаларымыз бар. Көшеден қосылып жатқан жоқпыз. Ақ некеміз бар, Аллаға шүкір. Өйтіп мазақ қылған тоқтатыңыздар. Біздің басымызға түскен зат сіздерге де түсуі мүмкін. Осындайда көмектеспесеңіздер, мен білмедім. Қарап отырып олай прикол жаңа заттарыңызды қойыңыздар, доғарыңыздар. Жазбаңыз маған еркектер. Сосын қымбатты блогерлар, жалпы медиа саласы жүргенде айта кетеріміз, қасыңыздағы мобиловтарыңызға өте сақ болыңыздар. Сақ болыңыздар. Телефондарыңызға вообще бермеңіздер. Өзіңіз кодын ашып бермесеңіздер, ешкімге ешқандай кодты айтмаңыздар, себебі әр адамда осындай видеолар болуы мүмкін. Біздің басымыздағы сынақ сіздерге берілмес. Енді иншалла бұдан да шығамыз, енді оңай болып жатқан жоқ, бірақ дегенмен де арты жақсы болады деген ойдамыз. Көп рахмет. Осы видеоны максимально таратыңыздар, жан-жаққа сіздерден қолдау күтеміз. Алла разы болсын. Амандықта кездесейік. Жылама жан болдың, аман бер.